Notion дамыған сайын интернеттен жүктеп алуға болатын үлгілер саны көбейіп жатыр. Бүгін соларды қалай өзіміздің Notion'да қолдануға болатынын көрсетемін. Баршаңызға сәлем, мен атым Саят. Мен сізге Notion арқылы жеке дамуға, өміріңізді реттеуге және әдет қалыптастыруға көмектесемін. Жалпы бұл үлгілердің екі түрі бар. Notion'ның ішіндегі және де басқа адамдар ұсынатын үлгілер. Оларды көшіріп алып, өзгертіп, өзіміздің мақсаттарға қолдана беруге болады. Оның қалай жасалатынын Notion'ның өзінде көрсетейін. Ең бірінші және оңайы Notion'ның ішіндегі үлгілерді қарап көрейік. Үлгі дегеніміз өзіміз білетіндей ағылшынша template деп аталады. Және де ол мынау біздің Notion'ның сол жақ бетіндегі ең астында көрсетілген. Сізде ол шықпай тұрса, мысалға мына жерге басып осылай шығарып қойсаңыз болады. Одан кейін ең астына түсесте templates басасыз. Одан кейін Notion өзі бізге көп деген темплейттер ұсынады. Мысалға соның біреуін алайық. Reading list деген мысалға ішінде бірден енгізулер, өзгертулер жасай беруге болады. Мысалға алып тастайық. Одан кейін use this template деп басқан кезде екі нұсқа болады. Жаңағы өзгертуді сақтау немесе түп нұсқасын жазып алу деген сияқты. Түп нұсқа деп бассақ, бұл бет біздің Notion беттердің ішінде бірден шығады. Әрі қарай бұны қалай өзгерткіміз келеді, қалай орындармен ауыстырамыз ба, солай кез келген өзгерісті жасай береміз. Ал енді интернеттен жүктеп алу үшін екі мысалды қарап көрейік. Ең біріншісі, мен YouTube'қа салған бірінші видеомның астында тұрған үлгі деген жерде сілтеме мысалға тұр, иә. Соны басамыз, бірден бізді Notion'ға лақтырады. Және де бұл жерде апталар деген бет тұр. Байқағандарыңыздай, бұл жерде еш нәрсе жоқ. Жаңағы сияқты еш нәрсе өзгерте алмаймыз. Бірақ негізінде менде тұрған бетте бұл жерде жаңағы өзінің бір үлгінің ішіндегі үлгілер сияқты қандай апта жасау солар бар. Ол үшін мына duplicate дегенді басамыз. Демек, осы менің бетімді сіздердің Notion'ға көшіріп алады. Одан кейін міне осындай галереяны көреміз. Сол бірінші видеодағыдай жаңа апта десек, тура сол бет шығады, ары қарай өздеріңіз қолдана бересіздер. Және де үшінші бір түрі күрделіреу бір үлгіні алатын болсақ, дәл жаңағындай бет ашылады. Мысалға қарасаңыз, бұл жерде еш нәрсе өзгерте алмайсыз осы жерде. Осы жерде тұрған кезде өзгертейін десеңіз. Ол үшін қайтадан duplicate деп басасыз. Одан кейін міне осы бет сіздің Notion'ға көшірілді. Енді қалай өзгерткіңіз келеді, өзіңіздің қалауыңызға өзгерте бересіз. Және де ескерте кететін жайт, бұл сілтемеге мысалға баспай тұрып, ең бірінші өзіңіздің Notion аккаунтыңызға кіріп алсаңыз ыңғайлырақ болады. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк қойыңыз, пікір қалдырыңыз. Егер сізге жеке даму, әдет қалыптастыру және өміріңізді реттеу тақырыптары қызық болса, арнаға жазылып, колокольчикті басыңыз. Келесі видеоларда кездескенше.